Сәлеметсіз бе, құрметті көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Қазақстан және жаһанда болып жатқан ең соңғы жаңалықтарды алғашқылар қатарында білгіңіз келсе, арна төмендегі бір ғана лайк және подписаться етемелерін баса кетуді ұмытпаң. Ал онда біз бастадық. Иран билігі хиджаб кимейтін әйелдерге мәжбүрлі түрде емдейтін клиника ашпақ. Мамандардың сөзінше, клиника хиджаб кимейтіндерге арналған ғылыми және психологиялық емдеуді ұсынады. Ирандық әйелдер менен құқық қорғау ұйымдары бұл мәлімдемеге наразылық білдірді. Ирандық адам құқықтары жөніндегі заңгер Хозейхан Раиси және бұл ислам заңында Иран заңдарына сәйкес келмейтінін атап айтты. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз, сау саламат болыңыз.